Ешқашан мына 4 нәрседен ұялма. Бірінші, кедейлігіңнен. Екінші, білмеймін деуден. Үшінші, еңбек етуден. Төртінші, өз ойыңды айтудан. Адам өмірінде ең қауіпті нәрсе қателік жасау емес, ұялу. Көп адам өмірін өзі емес, басқалардың ойымен сүріп өтеді. Біреу не дейді, ел қалай ойлайды? Ұят емес пе? Осы 3 сұрақ талай адамның армандарын өлтірді. Кейбір нәрседен ұялу сенің өміріңді құртады. Себебі, ұялған сайын сен өзіңді жоғалтасың. Ұят пен тәрбие 2 бөлек нәрсе. Көп адам шатастырады. Ұят тәрбиелік деп ойлайды. Жоқ, тәрбие деген не? Үлкенді сыйлау, адал болу, жауапкершілікті алу. Ал ұят деген не? Қорқу, басқаның пікіріне тәуелді болу. Сен тәрбиелі бола аласың, бірақ ұялшақ болмауға болады. Нағыз мықты адам әдепті, батыл. Кедейліктен ұялма. Кедей болу ұят емес, жалқау болу ұят. Көп адам кедейліктен ұялады. Жыртық киімнен, ескі телефоннан, қарапайым өмірден. Сосын не істейді? Қарызға кіреді. Көрсету үшін өмір сүреді. Өз-өзін алдайды. Ал шындық қандай? Әрбір бай адам бір кезде кедей болған. Әрбір мықты адам нөлден бастаған. Сен бүгін қай жерде болсаң да, бұл уақытша ғана. Ұят нәрсе сол жерде қалып қою. Кедейліктен емес, әрекетсіздіктен ұял. Білмеймін деп айтудан ұялма. Көп адам білмеймін деп айтуға қорқады. Неге? Өйткені өзін ақымақ болып көрінемін деп ойлайды. Бірақ шын ақылдылар керісінше жасайды. Олар сұрайды, олар үйренеді, олар мойындайды. Ал білмей тұрып, білген адам болып жүру нағыз ақымақтық. Сен бір нәрсені білмесең, сол сәтте үйренуге мүмкіндігің бар. Ал ұялсаң, сол жерде тұрып қаласың. Білмеймін деген сөз сенің өсуіңнің басы. Еңбек етуден ұялма. Қазіргі заманда ең үлкен қателік бұл жұмыс маған лайық емес деген ой. Біреу қара жұмыс істеуге ұялады, біреу сатушы болудан ұялады. Бірақ аш отырған жақсы ма, әлде адал еңбек еткен жақсы ма? Еңбек ешқашан ұят емес. Ұят біреудің мойнына асылып өмір сүру. Ең қарапайым жұмыс сені үлкен жетістікке алып келуі мүмкін. Жұмыстан емес, жалқаулықтан ұял. Өз ойыңды айтудан ұялма. Көп адам үнсіз жүреді. Ойы бар, арманы бар, айтқысы келеді, бірақ айта алмайды. Сен үндемеген сайын, басқалар сен үшін шешім қабылдайды. Сен сөйлемеген сайын, сенің орныңды басқа біреу алады. Сенің ойың маңызды, сенің сөзің құнды. Үндемей қалудан ұял. Ұят сенің жауың болуы мүмкін, ал батылдық сенің жолың. Бір күні сен бүгінгі өзіңе рахмет айтасың, егер бүгін ұялуды тоқтатсаң. Адам неге ұялады? Шындық қарапайым. Біз бала кезде ұят болады деп өстік. Олай істеме ұят, бұлай істеме ұят, ел не дейді ұят. Сөйтіп не болды? Біз өзіміз үшін емес, басқалар үшін өмір сүретін болдық. Бірақ бір нәрсені түсін. Адамдардың пікірі уақытша, ал сенің өмірің бір-ақ рет беріледі. Ұялу жай ғана сезім емес. Бұл
армандарыңды өлтіруші. Ең ауыр нәрсе қателік емес, істемей кеткен нәрсең үшін өкіну. Ұялуды қалай жеңеміз? Бірінші, кім не дейді деген ойды өлтір. Адамдар бәрібір сөйлейді, не істесең де. Екінші, кішкентай қадымнан баста. Бірден батыр болудың қажеті жоқ. Үшінші, өзіңді салыстырма. Әркімнің жолы әр түрлі. Есіңде сақта, ешкім сен туралы сен ойлағандай көп ойламайды. Ұялма, кедей болсаң ұялма, білмесең ұялма, еңбек етсең ұялма, өз ойыңды айтсаң ұялма. Ұял, уақытыңды босқа өткізсең, арманыңнан қашсаң, өз өміріңді сүрмесең. Батыл адамдардың бір ерекшелігі бар. Олар ұялмайды емес, олар ұялса да әрекет етеді. Айырмашылық осы жерде. Қорқу қалыпты нәрсе, ұялу қалыпты нәрсе, бірақ тоқтап қалу таңдау. Батылдық қорқынышқа қарамастан әрекет ету. Ұялу бұл жай ғана сезім емес, бұл қорқыныштың жұмсақ түрі. Сен негізі неден қорқасың? Сыннан, күлкіден, қабылданбаудан. Бірақ есіңде болсын, сын сені өсіреді. Күлкі уақытша, ал мүмкіндік қайтып келмеуі мүмкін. Ұялған адам өмір сүрмейді, тек бар болады. Ал сен өмір сүресің бе, әлде жай ғана бар боласың ба? Егер осы видео саған ой салса, лайк бас, пікір жаз. Және осындай пайдалы видеолар үшін каналға тіркелуді ұмытпа.